Бүгін 18 сабақ, дәрс الثامن عشر مراجعة қайталау. Келесі التدريب الأول бірінші жаттығу, ол әріптер белгіленген және фатха кәсір даммамен келуі. Екінші жаттығуда да солай алиф ауя. Оны біздер білеміз. Келесі жаттығудан бастаймыз. التدريب الثالث үшінші жаттығу. Сәра, сара. Яғни си мен соттың айырмашылығы. Сәра, сара. Сәра жүру, сара болу, болды деген мағына. التدريب الرابع төртінші жаттығу, син және соттан келетін сөздерді жазып шығамыз. Өзіміз жазып шығамыз. Мысалы, сайяратун. Сотқа қандай сөз білеміз? Мысалы, суратун. Дәл солай син және сотқа басталатын немесе құрамында бар сөздерді қоямыз. Келесі التدريب الخامس бесінші жаттығу. أدخل آل على الكلمات ثم اقرأ. Келесі сөздерге әлиф ләмді қос дейді. Біздер алдыңғы сабақтан өткен болатынбыз. Бұл қайталау ғой енді. Егер де бір сөзге әлиф ләмді қосатын болсақ, ол кезде біздер мысалы накира болған болса, худжратун әлиф ләм қосқан кезде әл-худжрату, яғни танвині түсіп, ол әл-худжрату әлиф ләммен оқылады, әл-худжрату болып оқылады. Және біздер шамсия, қамария қағидасын өттік, яғни егер де ол әл-қамария әріптерден болатын болса, онда әлиф ләм сукунмен оқылады. Егер шамсиямен болса, ол келесі әріпке қосып шәддемен оқылады. Мысалы, худжратун әл-худжрату, түсінікті. Хадиқатун әл-хадиқату, масджидун әл-масджиду, түсінікті. Мактабун әл-мактабу. Енді келесі сөздер сол жақта бағанадан оқимыз. Шахрун әш-шахру, шариун әш-шариу. Біріншіден ол әш-шариу, шин әріпі, шамсия әріптерден, сондықтан да бұл келесі әріпке ауысады. Ләмнің сукуны оқылмайды, әш-шариу деп оқылады. Және тәнвин оқылмайды, түсінікті ме? Әлиф ләм қосылған кезде, түсінікті. Суқун әс-суқу, таамун әт-тааму, түсінікті. Толық өздерін оқып шығасыздар. Келесі التدريب السادس, алтыншы жаттығу. Бірінші, екінші, үшінші деп реттік сандарды үйренеміз, және оның әйел тегінде қалай оқылатынын үйренеміз. Ер тегінде біз өткен болатынбыз. Әл-ауалу, әс-сәни, әс-сәлис, әр-раби, әл-хамис, яғни алдында этаж өткен кезде ат-табақ әл-ауал, ат-табақ әс-сәни, ат-табақ әс-сәлис, ат-табақ әр-раби деп бірінші, екінші, үшінші, төртінші этажды. Енді бірінші, екінші, үшінші, бірақ әйел тегінде қалай болады? Мысалы, ас-сайярату, ол әйел тегіндегі сөз. Бірінші машина, бірінші автокөлік, ол ул-ула, әл-ула әйел тегінде бірінші деген сөз. Ас-сайярату әс-сәнияту, ас-сайярату әс-сәлисату, ас-сайярату әр-рабиату, السيارة الخامسة، السيارة السادسة، السيارة السابعة، السيارة الثامنة، السيارة التاسعة، السيارة العاشرة. Түсінікті, яғни бұны тез оқып шыққан себебіміз мақсаты, өйткені ешқандай айырмашылық жоқ, яғни ат-табақу сәни екінші. Енді әйел дегенде айтатын болсақ, ас-сайярату ас-сәнияту, яғни тәл марбутаны қоса қоямыз, болды. Сол кезде әйел тегінде шығады. Тек қана әл-ула және әл-ауал дегенде айырмашылық бар, бірінші деген кезде. Ал басқаларында тәл марбутаны қоса саламыз. Ас-сайярату ас-сәлисату, үшінші, ас-сайярату ар-рабиату, әл-хамисату, ас-сәдисату, ас-сәбиату деп жалғастырып кетеміз. Мына бос орынға өзіміз соны жазып шығамыз. التدريب السابع, жетінші жаттығу. Мудад хадихил калимат, яғни уктуб мудад хадихил калимат, келесі сөздердің антонимін бер дейді. Мысалы, сағирун кішкентай, кабирун үлкен, қарибун жақын, баидун алыс. Мысалы, фауқа жоғары, оның антонимі қандай? Тахта, дұрыс. Яминун оң жақта, демек антонимі ясар сол жақта. Ясарун тахта астында, антонимі фауқа. Сағиратун кішкентай, антонимі кабиратун үлкен. Вара'a
артында, демек антонимі әмәмә. Шамалун солтүстік дегеніміз, оның несі қандай? Антонимі яминун. Шарқун шығыс, антонимі ғарбун батыс. Дұрыс. Ядхулу кіріп жатыр, антонимі шығып жатыр. Яхруджу. Дұрыс. Яджлису отыр. Тұр деген қалай? Яқифу. Ясаду көтеріліп жатыр, түсіп жатыр. Янзилу. Мағадаратун кету. Жету деген қалай енді? Усулун. Тахбиту қонып жатыр, самолетқа қонып жатыр, таярату. Тахбиту қонып жатыр. Енді ұшып баратқан тоқлиу. Осы сөздерді антониммен бірге жазып қайталап алыңыздар. At-tadribu thamin 8-ші жаттығу. Уктубул мусанна ва жам'a. Яғни біздерде жекеше түрде бар, екілік түр және көпше түр бар. Түсінікті ме? Енді келесі сөздерді біздер жеке, екілік және жама, көптікке айналдырамыз. Мысалы, мударрисун бір мұғалім, екі мұғалім деп айту үшін мударрисани. Дұрыс. Көп мұғалімдер мударрисуна. Дәл солай мудифун, мудифани, мудифуна. Тайярун, тайярани, тайяруна. Джаззарун, джаззаррани, джаззаруна. Хаммалун, хаммаллани, хаммалуна. Түсінікті. Бұл егерде ертегінде болатын болса, оған алиф нунды қосамыз да екілік қыламыз. Әйел тегі мен ертегінде ешқандай айырмашылық жоқ. Алиф нунды қосып екілік қыламыз. Егерде ертегінде көпшілікке қылатын болсақ, ол тірі адамдардан болатын болса, вау және нунды қосамыз. Алдыңғы сабақта өткендей. Мударрисун, мударрисуна, мудифун, мудифуна, джаззарун, джаззаруна секілді. Келесі мысал, әйел тегінде болатын болса, джаддатун, әже, джаддатани, екі әже. Түсінікті. Алиф нунды қосамыз. Айырмашылық жоқ ертегі мен әйел тегінде. Алиф нунды қосамыз. Джаддатани. Енді әйел тегінде жаңа өткен алдыңғы сабақта жамғаны сәлім алиф ва тәні тәл марбутын орнына қоямыз. Джаддатун еді? Джаддатун. Түсінікті. Келесі сөздер. Массахатун, екі массахатани. Көп массахатун. Махаттатун, махаттатани, махаттатат. Мактабатун, мактабатани, мактабат. Ишаратун, ишаратани, ишарат. Түсінікті. Өте оңай ол. Жекеден екілікке және көпшілікке айналдыру. At-tadribu at-tasi' 9-ші жаттығуға келетін болсақ. Иқра вашкул ахирл калимат аллати тахтаха хаттун. Яғни келесі сөйлемдерде асты сызылған сөзді харакатымен оқы дейді. Біздер алдына өткен болатынбыз. Харф жар егерде фи, би, ба, яғни би, ала, лам, және зарфтар амама, халфа, вара деген сөздер келетін болса, одан кейінгі есім кәсірамен оқылады. Одан кейін есім кәсірамен оқылады. Мысалы, яқтау бәкрун ал-лахма бистиккини. Бәкір етті пышақпен кесіп жатыр. Яғни бистиккини. Бә бізде харф жар немен? Пышақпен деген сөз. Келесі, ятанавалу бәкрун ал-лахма бишшаукати. Бәкір етті вилкамен жеп жатыр. Яғни қабылдап жатыр, жеп жатыр. Би ашшаукати харф жар өткен ол. Харф жар келген кезде келесі сөз исм мажрур кәсірамен келеді. Мысалы, фил мадхали ашяу кәсиратун фи. Біздерде харф жар келген сөз ал-мадхали кәсірамен келеді. Фил мадхали ашяу кәсиратун. Бұл қағида. Ал-усфуру ала-шаджарати. Торғай ағаштың үстінде. Ала-шаджарати кәсірамен. Ас-суқу, яғни ас-суқу ешқандай харф жар ештеңе әсер етпей тұр. Демек, ол өзі асылында даммамен оқылады. Ас-суқу.
баидун алыс, ан мауқифи сайарат, мауқифи өйткені ан харф жар. Біздерде жаңағыдай айтылды. Ан, ала, фи, лам және әл-ба деген сөздерден кейін харф жар келеді. Харф жар деп аталады, олар одан кейін сөз исм мажрур. Содан кейін басқа амама, вараа, халфа, фауқа дегеннен кейін олар ол сөздер зарф одан кейін келетін мудаф илейхи, ол да кәсрамен келеді. Мысалы ас-суқу баидун ан мауқифи сайарат, Мухаммадун қарибун минас-суқи, кәсрамен. Худжратул қираати кабиратун, худжрату, яғни бұл жерде ешқандай әсер етпейді, сондықтан да тәәл марбутаның үстіне даммамен оқылады. Худжрату, бірақ алиф лам жоқ. Мына жерде және дамма ғана келіп тұр, танвини жоқ. Неге дейтін болсақ, ол жаңағыдай идафа мудаф және мудаф илейхи қағидасы. Бір нәрсені бір нәрсе иелік ету үшін худжрату, яғни бірінші сөздің танвинін алып тастаймыз да, келесі оған қосылатын сөзді кәсрамен қыламыз. Мудафун илейхи әл-қираати, худжратул қираати болады сол кезде. Өйткені ол мағрифа болып кетеді. Худжратул қираати кабиратун, түсінікті. Бәкрун юмсикул китаба, бәкір кітапты алды, яғни бәкрун кәдімгі марфу, яғни танвинмен оқимыз, даммамен. Фил бейти хадиқатун васиатун, фил бейти хадиқатун васиатун, хадиқатун васиатунға ешқандай әсер ететін ештеңе жоқ. Сондықтан да кәдімгідей біздер оны танвинмен оқимыз, танвин даммамен. Түсінікті. Бұл жалпы бүгінгі сабақ бізде қайталау 2 сабақ жасаймыз. Барлық өткен қағидаларды біздер қайталап шығуға тырысамыз. Келесі жаттығу Ат-тадриб ал-ашр, 10-шы жаттығу. Яғни айна дуалул арабиятун алал харитати. Араб елдері, картадағы араб елдері қайсысы дейді. Соны көрсетеміз біздер. Қай жерде дейді. Біздерге картадан мына жерде дұрыс көрінбейді. Көбісі араб елдері біздерде ол Азияда және Африкада. Азия елдері мен Африка елдерінде орналасқан. Жауап береміз. Айна дуалул арабияту алал харитати. Жауап береміз. Мысалы, al-mamlakatu al-arabiyyatu as-saudiyya fi Асия деп жауап береміз. Мысалы, Мысыр fi Ифриқия. Жай ғана былай жауап береміз, бірақ әлде де біз оны сабақтан өтеміз әлі. Келесі жаттығу ат-тадриб ал-хади ашар, 11-ші жаттығу харитатул алам, харитатул алам, карта харита дегеніміз. Ал-алам әлем, яғни әлем картасы. Ал-ақсаму ас-сиясия ва туруқул муасалат, яғни ал-ақсаму ас-сиясия, саяси бөлімдер, яғни саяси бөлім, және ва туруқул муасалат, яғни былай айтқанда жолдар. Бір-бірін қарым-қатынас жолдары деп айтсақ болады. Яғни картадан жолдың нелерін көрсетеді. Және саяси бөліктер. Әжеп, келесі сұрақтарға жауап бер. Мысалда. Мисалун, мин айна анта, сен қайдансың? Ана мин Мысыр. Ана мин Мысра. Мен Мысырдамын. Егерде мен мысырлықпын деп айтатын болсаң, ана Мысриюн. Яғни, ниспаны қосамыз. Егерде сен елдің атын айтатын болсақ, онда ана мен Мысра, елдің аты. Мен Мысырданмын. Енді мен мысырлықпын деп айтсаң, онда Мысырдың соңына, Мысыр деген сөздің соңына әрпін қосамыз, шәддамен. Сол кезде ол иелік, мен сол жердікімін деген мағына. Ана Мысриюн, мен мысырлықпын. Мысалы, ана мен Казахстана, мен Қазақстаннамын, Қазақстан елдің аты. Енді мен қазақстандықпын деп айтсақ, ана мен Казахстаниюн, мен қазақстандықпын. Ана казахиюн, мен қазақпын. Түсінікті ма? Мен айна анта, сен қайдансың? Келесі елдер. Ана минас Судани, мен Суданнамын. Енді мен судандықпын. Ана суданиюн. Мен айна анта, ана мен Франса, мен Франсаданмын.
Ана фарансийюн. Мен французбын. Мин айна анта? Ана мин Уганда. Яғни Уганда еліненмін. Ана угандийюн. Угандийюн. Мен уганспын. Мин айна анта? Сен қайдансың? Жауап береміз. Ана мин Пакистана. Мен Пакистаннанмын. Немесе ана пакистанийюн. Мен пакистандықпын. Келесі жақсан ішіндегі сөздерді қолданамыз. Нигерия, Нигерия, Танзания, Таиланд, Ас-Син, Қытай, Әл-Филиппин, Филиппин елі, Әл-Хинд, Үндістан, Америка, Әл-Хабаша дейді, Эфиопия. Дәл солай, ана мин Нигерия, мен нигерлікпін, ана мин нигерийюн деп сөйлем құраймыз. Осымен қайталауының бірінші бөлімі бітті, келесі екінші бөлім басталады.